Елімізде тұрақты түрде коррупцияға қарсы күресу, оның келіп шығуына имканият жаратып атырған факторларды сапластыру, ең басылса алдын алу әр біріміздің жауапкершіліклі вазифамыз болуы керек. Солай болса да тарауларда коррупциялық жағдайлардың көп ұшырасып атырғанлығы байтақтымызда өткелген мәжілісте айрықша атап өтілді. Һәм бұл іллетке қарсы күресу, оны сапластыру бойынша анық вазифалар белгіленді. Коррупцияға жол қою реформаларымызға қиянет болып есептелінеді. Бұл іллетке қарсы күресу бойынша 2026 жылы айрықша жағдай жариялаймыз, деді президентіміз. Бүгінгі күнде дүние жүзі бойынша коррупцияның ақыбетінде 3 триллион долларға жақын зиян жеткенлігін статистика мәлім етеді. Сондықтан да елімізде бұл іллетке қарсы күресу һәм оның алдын алу саясат дәрежесіндегі актуал мәселе етіп қойылған. Мемлекетіміз басшысы адалық вакцинасымен емленген жаңа әулетті тәрбиелеу ахметлі вазифамыз деп атап өткен еді. Қарақалпақстан Республикасы педагогикалық шеберлік орайында өткерілген коррупцияның алдын алуда білімлендірудің рөлі атамасындағы ілажға қатынасқан тиісті тарау уәкілдері текарынан коррупциялық жинаятлардың алдын алу, келіп шығу себеплерін үйрену мәселелеріне айрықша этибар қаратты. Біз бұл жерде тыңдаушылар болғандықтан һәм педагог болғандықтан біздердің басты вазифамыз бұл жерде өсіп жатқан жас әулетқа құқықтық мәдениетті, сауаттылықты сіңдіріп бару. Бұл процесс мектептерде алып барылады, қандай тәрізде таңдаулар, әрқилы шығармалар таңдауы, сурет салу таңдауы, оларды қошеметтеу, басқа да бірқатар тиісті қанегелермен жинастыра алып барып жатырмыз. Бұны қанша көп айтсақ, сонша жақсы деп ойлаймыз. Себебі бұл тарауда әр біріміз бірге істесуіміз керек. Бұл тек қана форма киген қанегелердің, ямаса сол тарауға тиісті қанегелердің жұмыстары емес, бұл әр біріміздің жұмысымыз деп білеміз. Бүгінгі күнде коррупцияға қарсы күресу мақсатында, яғни оны жинай жауапкершілік мәселесі де көріп шығып жатырды. Яғни бұнда Өзбекстан Республикасы Жинақ кодексінде, яғни белгіленген жауапкершілік белгіленген, пара алу, пара беру һәм онда дәлдалшылық еткенліктер үшін де жинай жауапкершілік белгіленген. Бұндан басқа қалай берсе, Өзбекстан Республикасы Вазирлар Mahkamasi тарифіне белгіленген нормативтерге көре қандай да бір коррупция істеген шақс, яғни пара берген шақс болатын болса, бір ай мүддеттің ішінде сол мемлекеттік қорғау органдарына, яғни сол коррупциялық жағдай бойынша хабардар етілген болатын болса, оларға жинай жауапкершілік ашылмауы белгілеп өтілген. Тікелей президентіміздің басламасымен коррупцияға қарсы күресуде системалы жұмсалып барудың нәтижелі механизмі жаратылғанлығы да сөзге шыққандар тарапынан атап өтілді. Мысалы, бүгінгі күнге келіп банкілер адам қатынасусыз кредитлерді онлайн беріп атырғанлығы, мектепке шекемгі һәм мектеп білімлендіруінде оннан артық қызмет түрлерінің толық электрон формаға өткерілу һәм басқа да көптеген өзгерістерді келтіре беруі мүмкін. Ең бастысы пікірі таза, коррупцияға тақаты жоқ жаңа әулетті тәрбиелеу мақсатында жастардың санасына адалдық идеяларын сіңдіру, олардың басламаларын қолдап қуатлау бойынша пікірлер алмасылды.